Байханов Әнішек, содан кейін Қабылбеков Қасар, фамилияңнан шатаспасам. Сендер тапсырма бердіңдер ме? Дүйсенбаев колбасный изделияға менің үстімен полицияға арыз жазсын деп. Қаншама рет со жайлау деген ауыл шаруашылық жәрмеңкеде сендер ұйымдастырған. Мен боламын бір 10 шақты рет шығар видеоға түсіріп, әкімдікке де хабарласып, медет тауысқан өтірік соқпаса хат жаздым деген. Сосын мәңгүттерін отырғызып қойған. Bir сөз қазақша білмейтін. Ол да мені сотқа берем деп қорқытып отыр. Ол да сіздердің тапсырмаларыңыз болу керек. Ол мына нені арендатор ретінде заң бұзушылық Қазақстан Республикасының заңын бұзғанда алып тастаудың орнына ол мені өзімді сотқа берейін деп отыр. Енді қазір мына Дүйсенбаев па, Дүйсенбинов па, Дүйсенбеков па, білгімді келмейді, әйтеуір мен оны сан рет қойып қойғам. Ешқандай сөз өтпейді оларға. Сол медетті тауысқан айтады, оларға сөз өтпейді. Яғни менің қолымда тұрған қандай ресурс? Мен тек қана қарғай алам, бүкіл Қазақстанға қарғатып қоям. Ұлтының, ата-бабасының, мемлекетінің тілін тәрк етіп, заңды белшеден басып бұзып отырған. Ондай адамдар қарғыс атсын да 100%. Енді мені қайбеттермен полицияға менің үстімнен арыз жаздыртып қойдыңдар. Бұл бір. Екінші. Сендердің тапсырмаларыңмен әкімдік тің ешқандай структурасы тұтқаны алмайды. Бүгін алды, білмеймін қателесіп алған шығар, Қасар сіздің қабылдау бөлмеңізге звондаған, бір рет алды трубканы, 5-6 телефонды берді, бір адам дұрысты сөйлесті, адам дұрысты тілде. Осы мемлекеттің содан кейін телефонды алмай қойды. Мен содан кейін бір 5-6 рет қоңырау шалған шығармын. Телефонды алған жоқ. Неге? Өйткені ол Бейсенбайтегі Роза дегесін енді басқа телефондарды берді. 2 телефоны ғана дұрыс, қалған 3-4 телефон дұрыс емес берді ол маған. Телефонды бір ретте көтерген жоқ. Қай өштеріңді алмай отырсыңдар менен? Қазақ тілін жолатпай алмаған өштерің әлі қалды ма? 65 жастағы қазақтың анасынан Байханов облыс әкімі, Қасар шатаспасам Қабылбеков фамилияң қала әкімі, жауап беріңдер. Блогерларға таратуларыңызды сұрайын, бүкіл Қазақстан бойынша осыны таратыңыздар. Сұрайым, өтініш сіздерден.